Бізде карантин уақыты басталғалы берді. Шілде айынан бері жұмыстар жүргізіліп жатыр мониторинг бойынша. Бұл мониторинг группасына аудандық әкімдіктің мамандары, полиция басқармасының мамандары және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары қосылып бірігіп жұмыс жасауда. Және бүгінгі таңда Алматы ауданы бойынша 242 материал бойынша іс қаралып, ал жалпы қала бойынша полиция департаментінен 1240 материал түсіп, оның 627 бойынша іс қаралды. Тыйым салынған ұйымдар, бұл жаңа ойын-сауық орталықтары, жаңағы түнгі клубтар, бильярдный, караоке залдары, сондай-ақ қоғамдық тамақтану орындарында массалық іс-шараларды өткізу. Олардың бәрінде қазіргі карантин кезінде шектеу қойылған, тыйым салынған.